сәлеметсіздер оқушылар. Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы буллингтен қорғану деп аталады және қауіпсіздік сабағымыздың тақырыбы жасанды интеллект деп аталады. Жалпы сабақтың барысымен сабақтың көрсету керек деген сияқты мақсатпен бүгінгі сынып сағатымызды жалғастырамыз. Енді жалпы буллинг сөзімен таныстыру, оның мағынасы және оқушылардың осы буллингтің алдын алуға нақты міндеті, адамгершілігін бол деп бар да, айланы қарым-қатынаста сөз кезегін сізге береміз. Сәлеметсіздер оқушылар. Қазір мен сіздерге бір видеоролик көрсетемін. Сол шағын видеороликте буллинг туралы, буллинг деген не, жалпы сол туралы түсініктеме береді. Қанекей назар аударыңыздар. Қазір мен сіздерге бір видеоролик көрсетемін. Сол шағын видеороликте буллинг туралы, буллинг деген не, жалпы сол туралы түсініктеме береді. Қанекей назар аударайық экранға. Болсаң, не білуің керек? Кейбір нәрселер сені үшін күлкілі немесе жай ғана қызық болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол әрекеттерін басқа адамның жан дүниесіне қабыл ниетіне әрқашан есіңде болсын. Әлемшеттік сенің болмысың емес. Ол сенің теріс қылықтарың екенін түсін. Әлемшеттік үшін заң алдында жауаптылық бар екенін ұмытпа. Егер біреудің әлемшеттік жасағанын көрсең, не істеу керек? Егер әлемшеттіктің куәсі болсаң, дереу айналадағы ересектерден көмек сұра. Егер сені біреуге қысым көрсетуге немесе оны тамашалауға шақырса, бәрінен баста. Егер сенің досың немесе құрбың әлемшеттікке тап болса, онда онымен ашық сөйлесуге тырыс. Себебі ол сенің көмегіңе өте мұқтаж. Естеріңде болсын, әлемшеттік әлсіздің ісі. Жақсы, ал балалар, енді кішкене не түсінгендеріңізді айтып өтсек. Жаңағы шағын бейнероликтен кім не оқыды? Намысына тиісетін сөздер айту, мазақ ету, ұрып соғу, әлімшеттік көрсету, дұрыс, иә? Яғни бұның барлығы бізде қалай болады? Буллинг деп аталады. Енді жалпы балалар өзі шешілмейді балалар. Үлкендердің көмегі арқылы ғана біз буллингтен арыла аламыз. Жақсы ма балалар? Түсінікті, иә? Енді сіз күтіп ба? Ештеңе етпейді. Қалай күшті болмайды деп. Ортасын өзін атын салмасы деген жазады. Бұл тоже өте баспасынан көп. Мен жасыл қалдым. Так, все, кеттік. Мысалы, мен уақыт жасаймын. Өзім ойлап, әдемі ойлап. Қанеки балаларға қараймыз. Айлана өзінің бойындағы 5 жақсы қасиетімен бізді таныстырып өтеді. Айлана. Мен сенімдімін, адамның инабаттығын, адамгершілігін. Иә, біреуіміз как защита? Қорғаныс. Мысалға мен өзім қорғанысымды алтын секілді есептеймін. Мысалы, маған неше түрлі сөздер айтылып жатыр, ол бәрі алтынға тиіп жатыр мысалы. Ал сіздер қалай елестейсіздер өздерінің қорғанысыңызды? Себебі мен біреудің айтқан сөздеріне тұрып қалмаймын, мен әрқашанда өзім айтқанмен жүрем. Иә, ол енді сол қорғаныс қандай түске боялған ба, соны айтып өтсең. Бізге сол маңызды. Немен ол? Қандай? Немен қапталған? Темір. Оңай ғой, иә? Жоқ деуге, иә? Вот. Енді қараңыздар. Мысалға, біреу сізге айтады. Жаңа біршама өздеріңіз мәлімет алдыңыздар, иә, жалпы буллинг дегеніміз не, одан қалай қорғану керек. Енді ол жағын мен сіздерге ары қарай түсіндіріп беретін жоқ. Енді қазір қолдарыңызға мен сіздердің әрқайсыларыңызға хат таратып беремін, хат жазасыздар және арнайы жәшікке саласыздар, иә? Жұмысыңызға тапсырамыз. Рахмет. Жақсы, рахмет балалар, сау болыңдар. Буллингтен қорғаныңдар. Жақсы ма? Сау болыңдар. Ендеше балалар буллингке ұшыраған уақытта біз ешқашан оны жасырмауымыз қажет, иә? Міндетті түрде үлкен ата-аналарымызбен, мектеп психологы көмек көрсету керек деген сияқты мақсатпен бүгінгі сынып сағатымызды жалғастырамыз. Енді жалпы буллинг интеллекттің пайдасы. Сіздерде жасанды интеллектте Пайдасы. пайдасы және зиян екі жаққа бөліп қойыпсыздар, иә? Бір мида 30%, бір мида 70%.
70% ми жасанды интеллектке қарай кетіп жатқан. Қалай тереді жасанды интеллект? Сағаттан қандай әсер алды? Иә, кімге бересің? Сұрақ қоясың. Жақсы, келесің. Сұрақ қойда біреу бөлек бар. Сабақ қалай өтті? Біреу бөлек бар. Ана жоқ, өзің жауап беруің керек. Бұл сұраққа. Әсер, Диана,